сөйтіп заттарым жоғалтып алатынын білем, бірақ Эль Классика болмай ма? Вьетнамда жатқан кезде. Ол жерде түнгі сағат 3-те басталады Эль Классика. Отельде көрсетпейді екен. Ол жерде нені көрсетеді анау? Телевизорлер, Саудия Про лигасын плазманы кәдімгі кәдімгі ол жер отель дамып кеткен ғой. Рекорд деген. Халқынкі сондай. Отельдің ішінде дамып кеткен кәдімгідей. Сөйтіп телевизордан таппай спорт барға барам деймін. Спорт барға барып Эль Классика көремін деп, жолдайын түнгі сағат 3-те, қайтқан кезде таңғы сағат 5 біреу тоқтатып қалса, паспортымды сұрайды ғой деп, өзім сол паспортымды алмайын ба өзіммен бірге. Алған кезде қалтама бүйтіп сақ қойсам да болады ғой. Түнде бәрі көрсін, қазақтың баласы екен деп, паспортты былай алып жүргенмін. Өзіммен бірге, қолыммен бірге. Білмеймін қайда тастап кеткенімді. Сол Эль Классика көріп, эмоция болып, анау Венисиустың голына қуанып бір жерде кафеден барып сұрамайсыз ба? Бүкіл жерден іздедім. Барлық жерден іздедім. Барған жерінің бәрін көрдім. Ортасында дәріханаға барған, оны да көрдім. Таппадым сөйтіп. Мусорка. Оны көрмеппін. Барып келейінші қайтты. Сөйтіп келіншегімді жіберем Алматыға. Өзім бірден не істеу керек енді, паспортым жоғалды. Сразу ішке кірдім. Демалыс арға жөн. Сөйтіп келдім десең, оқиға сондай болса,